Сұлтан мен әулие. Бірде сұлтан сондай тақуалығы елге жайылған әулиені қонаққа шақырады. Ондағы ойы әулиенің әулиелігін сынау екен. Әулие келеді, арақ, шарап, жеміс-жидектерге толы бай дастархан, көңілді елітетін әсем әуен, небір сұлулар төңіректі айланып билеп жүреді. Сұлтан естісе керек, бұл әулие Құдайға берілген сондай дүниеге қызықпайды деп. Кеш жалғасады, сұхбаттасып, қауқылдасып отырады, біраз уақыт өтеді. Кеш қыза түседі, шараптың қызуы буынға түсіп бас құрады. Осы сәтте сұлтан әулиеге барлай қарап, көңіл қошыңыздан шықты ма кеш? Дастархан қалай? Не көрдіңіз, не білдіңіз, әсеріңізбен бөлісіп отырыңыз. Сізді ел айтады керемет тақуа деп. Мына ішіп жатқан шарап, мына билеп жүрген жартылай жалаңаш қыздар, бұның барлығын көру күнә саналмай ма? Сіз ел айтқан дергеден шықпадыңыз, атақ абыройыңыздан айырылып қалмадыңыз ба деп мысқылдай сауал тастайды. Сонда әулие де терең ойдан серпілгенде бойын тіктеп алып, сұлтанға қарсы өз талабын айтады. Сұлтаным, сіздің бұл сұрағыңызға жауап бермес бұрын мен де өзімнің бір талабымды айтсам ба деп отырмын. Және оны сіз орындай алады деп білемін. Сұлтан айтады, жарайды айта ғой, әулие. Олай болса, кесе толы суды төгіп шашып алмай сыртқа шығып сарайды бір айналып қайтыңыз. Солай етсеңіз, мен сіздің жаңағы сұрағыңызға жауап беремін дейді. Сұлтан кесе толы суды алақанына аялай ұстап тысқа беттейді. Әулие соңына, судың бір тамшысы да төгілмесін деп айғайлайды. Сұлтан бірнеше сағат өткенде ішке әрең оралады. Әй әулие, міне, мен сіздің айтқаныңызды орындадым, бірде тамшы су төгілген жоқ. Енді мен сұрағыма жауап бер. Тек шындығында айтатын бұл, мен алдаймын деп ойлама. Егер алдасаң басыңнан айырыласың дейді. Әулие, сөз бар ма? Жауабын беремін, бірақ біздің шартымызға орай алдымен сіздің сөзіңіз маңызды болып тұр. Айта қойыңызшы, сіз сырттан, айналаңыздан не көріп, не білдіңіз? Жұртшылық не істеп жатыр екен? Сарай сыртындағылардың тірлігі қандай? Үстерінен не киіпті? Алдарында нендей зат бұйымдары бар деп сұрақ тастайды. Мұндайды күтпеген және әулиенің бұл сұрағын дөрекі санаған сұлтан қатты ашуланады. Ей ақымақ, осындайда сөз бола ма екен? Өзің бір кесе су бересің қолыма, бетімен бет қып толтырып, тамшы су төгілмесін дейсің. Енді келіп бұлай деп жарым адамның сұрағаны не? Менің бар есіл дертім осы кеседе болды емес пе? Мен жұрттың не істеп не қойып жатқанын қайдан білейін деп ақырады. Сонда әулие күлімсіреп, міне, әлгіндегі маған қойған сұрағыңызға өзіңіз жауап бердіңіз. Мен де тап сіз сияқты, сұлтаным, бар есіл дертім бір Аллаға ғана ауған. Сіздің маған көрсеткен құрметіңізді ғана білемін. Оған рахмет. Ал бұндан не болды? Не қойды төңірегімізде? Кімдер жүріп, кімдер тұрды? Ешбірінен хабарым жоқ. Сіз айтқан сұлуларды көрмедім. Арақ іштім ба, шарап іштім ба, оны білмедім. Су іштім ба, оны білмеймін. Себебі айттым ғой, менің бар ықыласым, ниетім бір Құдайда ғана. Мен де сіз сияқты жүрек кесемдегі Аллаға деген махаббаттың кәусарының бір тамшысы да төгіліп қалмасын деп жүрген жайым бар. Бар құпия осы, өте қарапайым ғана депті. Сіздермен болған Нұрдәулет Есеғазы, Қазақтың мінезі каналы. Егер видео ұнаса каналға жазылыңыздар, басқалары да көруге себеп болыңыздар, ары қарай лайк басып таратып жіберіңіздер. Қолдаңыздар.